Бірінші май ауылдық округінде мәдениет үйі болады. Көптен күткен тұрғындардың қалауы жүзеге асырылып, алдағы жылдары бұл ғимаратта күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Әкімдіктің берген мәліметінше, бұл ғимараттың қазіргі уақытта жобалық сметалық құжаттамасы дайындалу үстінде. Сонымен қатар округте биылғы жылы 11-ге жуық көшеге жөндеу жасалған. Осы және өзге де өзгерістер жайлы бірінші май ауылдық округінің әкімі Елдос Мұқатаевпен сұхбаттасқан едік. Бізге белгілі болғандай, бірінші май ауылдық округіндегі Бекболат ауылында мәдениет үйі мемлекет меншігіне өткізілді. Қазіргі уақытта ондағы құрылыс жұмыстары қандай кезеңде? Осы жайында толығырақ айтып берсеңіз. Енді қазіргі уақытта біздің ауылымыздағы мәдениет үйі ол көптің күткен, осы халықтың күткен, көптен бері көтеріліп жатқан үлкен мәселе болатын. Қазіргі уақытта біз жекенің қолынан мемлекетке 61 миллион теңге көлемінде мемлекетке қайтарылып, сатылып алынды. Қазіргі уақытта біз мәдениет бөліміне өткізіп берілді. Осы келесі жылмен биылғы жылға уже проектіге ақшасы бөлініп, жобалау сметалық құжаттамасы ақшасы бөлініп, уже жұмыстары басталып жатыр. Бірінші кезекте біз жобалау сметалық құжаттамасын жасағаннан кейін, ары қарай осының мәдениет үйінің құрылысына ақша сұрайтын боламыз. Қазіргі уақытта біздегі атқарылған жұмыстар осы. Биылғы жылы округте тағы да қандай жұмыстар атқарылды, сол жайында толығырақ айтсаңыз. Биылғы 2023 жылда округіміз бойынша облыс әкімінің, аудан әкімінің қолдауыменен көптеген жұмыстар атқарылды. Атап айтатын болсақ, ауылым ел бесігі бағдарламасы аясында Қайнар ауылындағы 7 көшеге асфальт төселінді. Бейбітшілік көшесі, Баброва көшесі, Наурыз көшесі, Абай, Пушкина, Амангелді көшелеріне асфальт ауылым ел бесігі бағдарламасы арқылы жүргізілді. Одан бөлек Бекболат ауылындағы мектеп көшесіне, Сауыншы ауылындағы Бірлік көшесіне асфальт жабындысы төселінді. Жалпы округ бойынша 10 көшеге асфальт, 2 көшеге шағалтас төселініп берілді. Одан бөлек округіміздің 3 көшесіне Амангелді көшесі, Алатау көшесі, Таусамал көшелеріне көше жарығы, түнгі көше жарығы орнатылды. Енді қазіргі біздің ең маңызды үлкен мәселелердің бірі ол амбулатория мәселесі. Жалпы халықтың сұранысы бізде өйткені бірінші май ауылдық округінің Бекболат ауылында ескі ғимаратта отыр. Қайнар ауылындағы дәрігерлік амбулатория осы біздің институттың бір бөлмесінде жалға алып, сол жерде отыр. Қазіргі уақытта 2 ауылдың да жері дайын, сметалық құжаттамасы әзірленуде. Осы жылдың соңына дейін аяқталады деп күтілуде. Проекті аяқталған жағдайда келесі жылға біз құрылысына ақша сұрайтын боламыз. Енді одан бөлек воркаут алаңы салынды. Бізде ылғи проблема болатын, авария болған жағдайда бүткіл ауылдың суын өшіріп, біз ремонтты жасайтын болатымыз. Қазіргі уақытта суды жасауға вентильдер қойдық. Одан бөлек біздің әкімшіліктің алдындағы Жетісу көшесіндегі бұрын нестандартный труба салынып кеткен екен. Сол қыстың күндері жарылып, сол 500 метрден 1 километр трубаны ауыстырып, қазіргі таңда толық жұмыстар атқарылды, аяқталды. Сонымен қатар алдағы уақытта тағы да қандай жұмыстар атқарылады, осы жөнінде айтсаңыз. Енді 2024 жылға енді біз осы округ бойынша 7 көшеге жаңағы сметалық құжаттамасын дайындауға біз аудандық жол бөліміне ұсыныс берілдік. Өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында бір көшемізге асфальт, келесі жылға асфальт төсесек деп отырық. Вот этот год за всю историю проживания, а я здесь всю жизнь живу, это первый год был такой плодотворный. У нас вот проедьте, все улицы заасфальтировали, подключили воду,
рахмет нашему районному Акиму, мы говорим сейчас. Конечно, это не без них. Елге осы салынып атқан, жасалынып атқан жұмыстарға Елдос Мұқатаевичқа, оның, конечно, аудан әкіміне рахмет айтқым келеді. Енді міне Дом культураны қолға алды, енді ойлаймын, Дом культура бұл жақсы. Балаларға жиналыс болса да, например, неше түрлі нелер жасайын деп жатыр, кружоктар болса да, балаларға өте жақсы, ыңғайлы. Енді жалпы өзгерістерге келетін болсақ, әр көшелерге асфальт төселіп жатыр. Мектептің айналасына біздің жұмыс орнымыздың төңірегіне мысалы тротуар жасалып жатыр жаяу жүргіншілерге. Жалпы өзіміздің тұрып атқан жері Алатау көшесіне де асфальт төсеп берді. Рахмет айтамыз.